Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз Мұқағали Мақатаев атамыздың «Сенің көзің, түпсіз-терең тұңғиықтан жаралған» деген әнін үйренетін боламыз. Бұл ән бізде екі шекте орындалады, және қағысы төмен-төмен жоғары, төмен-төмен жоғары. Яғни осы қағыс бізде көп кездеседі екен. Енді келесі кеттік. Бізде бірінші қатары ол 7-де 8. Яғни астыңғы шекте 7-ші перне, үстіңгі шекте 8-ші перне бас бармақпен аламыз. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Келесі бізде 8-де 10. Ол екінші сызықпен 8, ал 10-ші пернені үстіңгі шекте 4-ші сызықпен алады екенбіз. Бұлай. Екені жібереміз, және 8-10. Және осы жерде төмен жоғары. Және төмен-төмен жоғары. Яғни 5 қағыс болады. Бірінші қағысымыз біздің 7-де 8, және келесі 8-де 10. Жалпы қосқанда 6 қағыс болады екен. Осыны 2 рет қайталаймыз. Енді келесі бізде осыны тағы да қайталаймыз, бірақ ең соңғы бізде төмен жоғары қағысымыз қайтадан 7-8-ге ауысады екен. Сол бұлай міне. 7, төмен, және қайтадан 7-8. 6 қағысымыздың бірінші және соңғы 2 қағысы 7-8 болады. Сонымен бізде 3 рет болады. Келесі қайтадан төмен 7-8, және 5-7-ге ауысамыз. Бас бармақ және бірінші сызықпен төмен, жоғары, төмен. Осы бірінші қатарын қосайық. Енді келесі бізде екінші қатары 5-7-ден басталады осы жерде, төмен, және 7-8-ге ауысамыз. Мына жерде 8-де 10-ға ауысқанымыз сияқты, бұл жерде 7-8-ге үстіңгі шекте 8, үшінші сызықпен, астыңғы шекте 7, екінші сызықпен аламыз. Кеттік. 5, 5, 2 рет болды, және үшінші рет. Төмен, 5, 5. Дәл мына жердегі сияқты, 7-дегі, 8-дегі сияқты, төмен, және қайтадан 5-7 төмен, және 3-5 төмен, жоғары, төмен. Қосамыз енді екінші қатарын. Келесі үшінші қатары осы 3-5-тен басталады. Қайтадан төмен, және 5-7-ге ауысамыз. Дәл солай мына жердегі мына 10-8, 7-8 сияқты 5-7-ге бұлай ауысамыз. Төртінші сызық және екінші сызықпен. Кеттік. 3, 5, 3, 5, 5, 2 рет болды, және үшінші рет. 5, 3, 3, төмен тағы 3, және 2. Бұл бізде үшінші қатар болатын. Келесі, ең соң төртінші қатарымыз. Ол 7-8-ге қайтадан түсеміз, және 10-8-ге ауысамыз бұлай. Төмен. 4 қағыс болды. Келесі 7-8 төмен жоғары. Келесі қайтадан төмен 7-8-де. 5-7 төмен жоғары. 7-8-де төмен, төмен 2 рет. 5-7 жоғары. Және 3-5-ке барамыз. 4 қағыс қағамыз. Ол төмен, төмен жоғары, төмен, және 2 төмен жоғары. Тағы төмен қағыс 2-де, және ашық 0, 3 рет. Осы төртінші қатарын жайлап тағы да бір орындап берейін. Және осыдан кейін үшінші және төртінші қатарын
қайтадан қайталаймыз, яғни ол бізде үшінші қатар мынау. Үш, және төртінші қатар. Тағы да қайталаймыз екінші рет. Сонымен біздің әніміздің бір куплеті аяқталады. Дәл осылай үшінші, төртінші қатарды екі рет қайталайды екенбіз. Сонымен біздің әніміз аяқталады екен.